Өзіне көп алатын досың. Негізі мен сәл икемдімін. Боксқа сәл дайындалсам, Геннадиймен шығатын уровеньге жетіп аламын. Енді бармайсыз? Просто алыста тұрады, вертяк іздеп жүруге виза керек. Қазақстанда хит болып жатқан қыздар кім қазір? Зироза ғой, Зироза. Зироза смело сындырып аламын оны. Қалай? Ұятсыз балалар, арамызда тек ойын ғана деп бір тикток түсіресің. Отметь етіп қоясың, өзі көреді, лайк басады, содан кейін шапа таш. Біздің елде смело көтерілуге болады ғой. Бәрі барша, ойлаймын, бизнес жасап, ақша жинап, бір ЖК сатып алып, студенттерге тегін тұруға берсем деп ойлаймын. Ал натурой сатып алсаң ше. Арендаға бересің ғой. Кәдімгідей даусың бар, Я шүкір, кішкентай кезімде Төреғали түкірген қалсың мен. Содан ба даусың күшті? Жоқ, содан кейін 3 күн ауырғам, ұшынып жаңа. Нұргүл бар ғой, оны алып жүрсе ол. На, Нұргүл ма? Номерін берейін ба? Ой, не надо, өзім сындырып аламын. Ей, досым саған сынбайды ол. Мал, надо будет, сенің қызыңмен қосып сындырып аламын. Let's go, la. Сәке, менің бір айлық доходым $10 миллион ғой. Мәкесі мені Forbes журналының бірінші бетіне қойып жатыр ғой. Аға, өтініш маған бір ақша тастап көмектесіп жібер. Мә, 500 теңге. 500-ден 2000 ғой. Сен жолдас балама 2000 теңге өтір. Сен маған 500 теңге өрді, жағдай жақсы кен. Менің жағдай жақсы? Байын ол. Мә, 5000 теңге. 5000 теңге брат, сен 2000 теңге өрді, сен бейшара келсің. 5000 теңге. Бір сумка ақша. Ма, саған машинамның кілті, яхтының кілті. Франциядағы имуществоның документі. Ресторан, бизнестің кілті мынау. Мынау мен қатыным, отыр, Францияның мисі болғанда 3 рет алған. Сен маған жетпейсің бе, ұрысың ба? Соңғы қымбат киімім мынау. Мынау мен соңғы маскам. Мен как кредит Ей, жігіттер өздерің ұса беріңдер. Мен қайта берейін қатыныммен. Қайтқанда неме қайта бір 500 теңге алайық. Артық қолыңда болмыш бейшара кедей құрымдар бар яқа. Жынды ма біреуін ақшатса жарым асып. Кет, фас! Бүге такси ма? Ой, не деп кеттің, такси ма деймін? Такси ғой енді, мотор. Таксист мұра ғой. Қазір қарындасым жүреміз. Ағаны қайта қарай бересіз, бірдеңе көре алмай отырсыз ба? Нәкәсі екі жақтағы боковой айна жоқ қой. Әдейге қарап отыр дейсің ба? Жаңа жол ақысы. Бұны майдалатса сен магазинге барып, бір паш темекі ал, су ал, үйге продукт ал, 5 кило картоп аласың. Одан да алсыншы мынаны. Қой, енім керек емес. Жоқ, салбаңыз Әкел, жарайды, рахмет. Көке, созаққа барасыз ба? Барам ғой созаққа. Қанша болып отыр? Полный салон кеттік 5000-ға. Қымбат емес па? Мен, сен де мен түсін, бала шағың қама, үйде отқан қатынның киім-пейімі анау мынау ғой енді. Сәл түссеңші. Өзің айтшы бағасын, қанша дейсің? Бір 200-ге ма? Айуан, нәке. Жүрмеймін, айуан. Светофордағы адамдардың типтері. Крутой. Мұрын. Гонщик. Оценщик. Вот майша қанша алдың? 3-ке. 3-ке. Салоны бар әдемі екен, Российский учеттағы машинаның егесі. Ей, бәше қайда? Машина? Алып кетті. Машина макбүйем ол, сыртта алып кетті машина. Айуан, сен ана атауыңды ән ішіп отырсың ба, босай кетсізде. Есің алдындағы қарып күреп тұса, сенің папаң. Бала, кейсе ана бұтыңа сидаңдамай. Немені білет, жабыстыр. Моды ғой, папа. Ауылға не моды керек? Кей баланы бұршатқа, қалың шалбарларын киемейді. Бала, тастасаңдаршы телефондарын, сабақтарын оқысаңдаршы. Ертең демалыс қой, папа. Онда ұйықтайды, ұйықтайым. Өзіңіз не ұйықтамай жүрсіз? Жаңа дейсі ішіп алам мен. Құрайшы. Интернеттің істеп тұр ма? Ана 365 күн деген киноны қойып тұрсың ма? Ол шықпайды bu yoqdan. После дегенді қой. Ол да шықпайды. 50 оттенков дегенді қойшы. Ол шығады енді. Қақтан білесің? Қатын қалың жауыпты. Мынандай жерден келеді. Енді тұрып сүйесіңдер. Мен соң күреп білейін. Жүр.
шашыңды алмайсың ба маймылдай болып мынадан біреу ұстап ұрады сонымен шаштарыңды іздеп келесің сорлы Таппай алдық қой, жоқ қой. баяғы осы басымызға тостақ қойып екі жағын ала салып жүріп немене